أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті көпшілік, құрметті бауырлар, Алланың қалауыменен бүгін 8-ші сабақты, 8-ші дәрісті бастаймыз. Алладан ісімізге береке тілейміз. Сіздердің алып жатқан ілімдеріңізді Алла Тағала берекесін берсін. Алла Тағала зейіндеріңізді ашсын. Енді алдыңғы сабақта біз 7-ші дәрісте, 7-ші сабақта не өткен едік, соны кішкене қайталап алсақ, алдыңғы тақырыпта біз мәд тақырыбын өткен едік. Мәд тақырыбын өттік. Сол мәд тақырыптарынан кейін мәдқа қатысты дәмир тақырыбын өттік. Хә әрпінің созылып созылмауы ережесін өттік. Одан кейін тағы да бір өткен тақырыбымыздың несі, нелер? Оқып жаттығулар. Парақта көрсетілген оқып жаттығулар. Осы жаттығуларды біз егжей-тегжейлі сіздерге көрсеткен болатынбыз. Бисмилла, бауырлар, көпшілік. Енді бүгінгі жаңа сабағымызға көшсек. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы тамар бота. Яғни тамар бота дегеніміз тәмен тә белгісінде, тә дыбысында оқылатын әріп деген ма. Яғни негізі бізде хә деген әріп бар. 28 әріптің ішінде хә деген әріп. Сол хә деген әріптің үстіне 2 нүкте қойылған кезде т дыбысымен оқылады. Хәнің үстіне 2 нүкте қойылған кезде т дыбысымен оқылады. Тамар бота деген сол. Мына жерде мысал келтірдім, қараңыз. Рақабәтүн. Рақабәхүн емес. Рақабәтүн. Хумазәтүн. Қариатүн. Түн, т дыбысымен естелініп атыр, оқылып атыр. Мына жерде де мутаххаратүн. Бихиджаратин. Т дыбысымен естелініп атыр, оқылып атыр. Енді бауырлар, қараңыз, т дыбысымен оқылып дедік. Енді осы тамар ботаға қатысты бір ереже бар. Соны айта кетейін. Алдағы уақытта тағы да бір қайталаймыз, сонымен пысықталады. Қазір бір айтып кетейін сіздерге мағлұмат ретінде. Осы тамар бота хә үстіне 2 нүкте қойып т оқыла береді. Бірақ ол т оқылуы міндетті түрде ән, ин, үн, немесе фатха, ә, и, у деген сияқты дыбыстармен дыбысталуы керек. Егер осындай т-дан кейін сөйлем аяқталып қалатын болса, Құранда сөйлем аяқталып қалса, үстіп т-мен келе береді. Бірақ сөйлем аяқталып қалса, т қылып оқылмайсыз. Сөйлем аяқталған кезде қайтадан өзінің хә қалпына қайтады. Рақабә. Түсінесіз ба? Сөйлем аяқталған кезде кез келген әріпке не қойылады? Сүкін қойылады. Сол кезде хә әрпі өзінің қалпына қайтады. Хумазә. Қариа. Өзінің қалпына қайтады. Ал егер сөйлем жалғасып оқып атса, тығып оқып кете бересіз. Сөйлем аяқталған кезде қайтадан өзінің хә қалпына үстінде нүкте тұра береді. Бірақ оқылған кезде қариа. Мұнауда мутаххара. Бихиджара. Арғай жалғастырасыз, ратинде оқылады. Тоқтайтын болсақ, бихиджара. Алдағы уақытта бұл сөйлем тоқталған кезде сүкін қойылатыны барлығын оны алдағы уақытта айтам. Тек осы тамар бота қатысты тақырып болғаннан кейін сіздерге мағлұмат ретінде айта кетейін деп шештім. Бисмилла, бауырлар, көпшілік, сіздерге тамар бота тақырыбын түсіндірдім. Енді хамза тақырыбын түсіндірейін атын. Таяқша әлиф. Ол таяқша әлиф, ол бір бөлік. Бізге сол таяқша әлифтің дыбысын беретін, бірақ жазылу үлгісінде басқа түрде келетін хамза. Әлифтің дыбысын беретін белгі, бірақ жазылған кезде басқа үлгіде жазылады. 4 жерде 4 түрлі жазылады екен. Қараңыз, бірінші түрінде, не жерде көрсетіліп болған. Кәдімгі сөздің ортасында келе береді. Мынандай хамзаның белгісін қойып қояды. Яума изин. Суила. Суила. Өшерде әлифтің бар екендігін білдіртеді. Хамза өшерде жазылу үлгісінде ерекше болады. Таяқша әлифтен ерекшеленеді. Суила жазылу үлгісімен ерекшеленеді. Екінші. Даула. Ваудың үстінде хамза келсе, вау оқылмайды. Хамза оқылады. Вау оқылмайды. Хамза оқылады. Хамза жеңіп кетеді. Даула. Вау оқылмайды. Ула. Ула. Даула. Мына жерде де вау оқылмайды. Хамза оқылады.
Яәллифу. Яәллифу. Вау оқылмайды, хамза жеңіп кетеді. Мына жерде де вау оқылмайды, хамза оқылады, хамзаға сүкін қоямыз. Ю деп қысып қаламыз. Юмину. Юмину. Енді үшінші қатардағы әлифтің үстіне хамза қойып қояды. Бұл жерде де хамзаның қоюының өзінің ерекшелігі бар. Грамматика жағынан ерекшелігі бар. Қараә, сәәлә. Яғни жазылу үлгісінде осылай келе деген. Үстіне хамза қойып қояды. Яғни хамза қойды деген сөз, оған міндетті түрде не қояды деген сөз? Хареке қояды. Хамза өзімен бірге үнемі хареке алып жүреді. Ал таяқша әлиф хареке алмауы мүмкін. Өйткені мәтқа мәт табиғи деген алдыда өтті қой, созу. Оған таяқша әлиф жатады. Хамза ол созылу неге жатпайды. Сол үшін хамза өзімен бірге үнемі хареке алып жүреді. Сәәлә, сәәлә. Төртінші, яйдың үстінде хамза келсе, яй оқылмайды, хамза оқылады. Қари-у, қари-у, қори-ә, қори-ә. Тура вау сияқты. Вауды да вау оқылған жоқ, хамза оқылды. Мынада да яй оқылмайды, хамза оқылады. Қори-ә. Осы ережені тамарбутаны да осы хамза белгісінде жақсылап жаттап алыңыздар. Бисмилла. Бүгінгі сабақ өте бір қызықты болып жатыр. Өйткені кеңінен сіздерге мағлұмат беруге тырысып жатырмын. Бірінші берген мағлұматым тамарбута. Одан кейін Алланың қалауыменен нені көрсеттік сіздерге? Хамзаның жазылу үлгілерін көрсеттік. Енді созу белгілері. Алдыңғы тақырыпта біз мәт деген созуды өткенбіз. Ол өз алдына бөлек тақырып. Бұл жерде біздің өтейін деп жатқан тақырыбымыз белгілер. Созуды білдіретін, созуға ұқсайтын белгілер. Осыны егжей-тегжейлі бір қарастырамыз. Мына парақшада енді осы көрсетілген, сіздерге көрсетілген парақшадан сіздерге кеңінен мағлұмат беріп түсіндіре кетейін. Бірінші, кішкентай үтір белгісінде келеді. Әріптің үстінде үтір белгісінде. Алдарыңызға берген парақшаға қарасаңыздар, рахмани деп мимнің үстіне үтір беріп қойған. Қазір сіздерге оқып, иншалла оқып жаттығу ережесін жасаған кезде кеңінен тағы да оқып берем. Қазір сол парақшаға қараңыздар, мимнің үстінде үтір кеп тұр. Сол үтір созу белгісін білдіреді. Бірақ алдыңғы созу белгісі бар ғой біздің я, ә, и, у деп өткен екі әлиф көлемінде созылады дегенбіз. Бірақ бұл бір әлиф көлемінде сәл қысқа созылады. Рахмани, зәлика. Осы үтірмен келген белгіні қысқа созасыз. Осы үтір үстінде тұрса ә болып созылады, астында тұрса и болып созылады. Астында тұратын кездер мына неде? Екінші қатарда да қазір келеді. Шәдидун. Шәдидун. Үтірді не істеді? Астына қойып қойды. Яғни үтір үстінде тұрса ә болып созылады, астында тұрса и болып созылады. Бірақ бұл қысқа созылады. Енді екінші, яй, вау әріптері негізінде я әрпі и қып, вау әрпі у қып созу керек еді, біздің алдың өткен ережемізде. Бір сол ережеден тыс бір ереже бар екен. Осы вау мен яйдың екеуінің ережесі ә болып созылатын кезі де бар екен. Осылар қай кезде ә болып созылады деген? Мысалға мына үшінші қатарға қарасаңыздар, әлә деп кездескен. Сол жерде ләдан кейін я тұр. Негізінде али болып созылмайды. Бұл жерде әлә, себебі ләнің үстіне не қойып қойды? Мынандай үтір қойып қойды. Сол жерде яй тұрса да ә болып созыла береді. Әлә, худа қысқа созылады. Әлә, худа. Одан кейін вауға байланысты төртінші қатарда көрсеңіздер, ғада түн. Осы жерде дыдан кейін не тұр? Вау тұр. Осы вауда ұғып созбайды дыны. Ағып созылып кете береді. Ғада түн. Яғни мынау алдыда біріншіде айтып кеткен үтір бар емес па? Осы үтір ағылып жеңіп кете береді деген. Вау мен әлиф келсе де, вау мен я келсе де, үтір келді ма? Болды, ағып соза береді екенбіз. Ережесін түсіндік. Иншалла, үшінші ереже, мынандай осындай белгіде келетін белгі бар. Осы белгі 4 әлифтің көлемінде созуды білдіреді. 1, 2, 3,
4. Осындай белгі келді ме, 4 әлиф көлемінде созу шарт болады. Алдында кестеде келіп тұр, кестеде. Сол кестеде бойынша осындай белгі келген жерлері бар. Сол белгі келген жерлердің барлығын 4 әлиф көлемінде созамыз. И болса и, у болса у болып созылып кете береді. Тек қана әні ғана созбайды бұл. Әні да, иді да, уды да барлығын 4 әлиф көлемінде созатын белгі, созу белгісі. Яғни 4-ші әлиф, кәдімгі әлиф өзіміздің таяқша харекетсіз келсе де созылмайтын кезі бар. Қай кезде екен? Мысалға, мынау бір қатарды қарасаңыздар, ең соңғы қатарда қалу, люді созып тұрған вау, одан кейін әлиф те кеп тұр. Әлиф харекетсіз кеп тұр. Ол харекетсіз келсін, ешқандай люға ешқандай қатысы жоқ, ешқандай ережесіз мынаған созуына әсер етуге ешқандай көмек бере алмайды. Сол үшін әлифке ешқандай қарамайсыздар. Ол мағына жағынан беріліп тұр. Созылуға ешқандай қатысы жоқ. Ал бауырлар, бисмилла, созу белгілеріне тағы да ерекше бір мағлұмат. Бірінші мағлұмат сіздерге. Мынандай әріп беріледі. Нун, қаф, және әлиф, ләм, мим деген әріптерді береді Құранда ертең алдағы уақытта. Және сол әріптің үстіне мынандай белгі қоя салады. Мен алдағы уақытта айтқанымда 4 әлиф көлемінде созылады дедім ғой. Сол 4 әлиф көлемінде созылатын белгіні қойып қояды. Ол қалай оқылады деген кезде осы әріптің өзін айтамыз. Ешқандай ә, и, у деген нәрсе айтылмайды. Нун ба? Нун. Қаф ба? Қаф. Яғни әріптің өзін 4 рет созамыз. Қаф. Нун. Мына жерде әлифке шляпы қоймайды. Мынандай шляпы қоймайды. Ләм мен мимға қояды. Әлифті созбаймыз. Әлиф деп әлиф айтамыз. Әлиф, ләм, мим. Яғни ләм мен мим деген әріп өздерін естелініп жатыр, айтылып шығып жатыр. Мына жерде қазір тағы да қатарынан келеді. Ясин, әлиф, ләм, мим. Әріптің өзін созып айтамыз. Осындай шляпы келген жерде 4 рет созамыз, ал өтір келген жерде қысқа соза береміз. Ха, ра деген сияқты қысқа, өтір келген жерде қысқа созамыз, мынандай шляпымен келген жерде 4 әлиф мөлшерінде созамыз. Енді екінші қатарда жазылған мынандай шляпы келеді, бірақ харекемен бірге келеді. Ол кезде 4 әлиф көлемінде уа ма ана сауаун, сауаун, джиа, сиа, суа. Ал бисмилла, тағы бір мағлұмат сіздерге. Мына сабақтарға жақсылап мән беріңіздер. Алдағы уақытқа айтып жатқан тақырыптардың бәрін жаттау керек. Енді тағы бір. Мына парақшада алдарыңызда келеді. Сөздің астына, мына жерде қарасаңыздар, кішкентай жерге қасыр деп жазып қояды, және кейбір жер кішкентай жерге мәт деп жазып қояды. Осы қасыр, мәт деген жазулар нені білдіреді деген кезде, қасыр созба деген сөзді білдіреді, мәт деген соз деген сөзді білдіреді. Ал бисмилла, бауырлар, мен сіздерге мына парақ бойынша кеңінен мағлұмат беруге тырыстым. Енді соны практически орындап көрейік бірге. Бисмилла, басталды. Рахмани, қысқа созамыз. Зәлика, хәзә, хә сәл қысқа созылады да, зә сәл ұзақ созылады. Хәзә, Құр-әнун. Көрдіңіз, әлифтің үстіне үтір қойып қойған. Құр-әнун. Тәжри, 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 әлләти, әлләти, әлләзина, әлләзина, мұттақина. Өтірлері сол и болса, и астында тұрса, и болып созылып кете береді. Алимун, шәдидун, шәхидун. Алда берген сізге мағлұматтардың барлығы осы жерде көмекке келеді сіздерге. Динукум, аля. Нерде яй тұрса да, үтір үстінде тұрғандығы себепті ағып созып кете береміз. Аля, худа, әдіра, әдіра, муса, муса, тәқуа, тәқуа, қалқалы болады. Тәқуа, салла, салла, әула,
أولى حتى غداة زكاة صلاة. Көріп атсыздар ма? Вау, тұрса да біз не істеп атырық? Ағып соза береді екенбіз. Өтір кегендігі себепті ағып соза береміз. Салатун, манатун, хаятун, najati, husna, yusra, bitagwaha, сауаха. Осы ережені жақсылап. Енді алдың астыңғы қатарға көшейік. Мына жерде әріптің қойған, әріптің үстіне жаңағыдегідей 4 әлиф мөлшерінде созылатын белгіні қойған. Яғни әріптің өзін айтамыз. Нун, хамим. Ханы қысқа, мимді ұзақ созамыз. Ясин. Яны қысқа созамыз, синді ұзақ созамыз. Әріптің өзін айтып жатыр. Я деген әріп, син деген әріп. Ясин. Әлифті созбаймыз. Әлиф, лам, мим. Лам мен мимнің жалғанға жерінде 2 мим келгендігі себепті сәл ұстаймыз. Қайтадан. Әлиф, лам, мим. Бірдей созылу керек. Төртеу ма? Екеуінде де 4 бірдей созылу керек. Одан кейін. Әлиф, лам, мим, сад. Көрдіңіз ба? Сад деп аяқталады. Себебі соңында дәл бар. Одан кейін. Хамим, айн, син, қаф. Яғни, ха, мин, айн, син, қаф деген әріптер бұл. Барлық әріпті айтып шығасыз. Ханы ғана қысқа айтасыз да, қалған әріптердің бәрін созып айтасыз. Бұған байланысты тағы да бір қайталайын, қайталаңыздар бірге. Хамим, айн, син, қаф. Әріптердің барлығын айтып созып шығасыз. Енді астыңғы қатар 4 әлиф мөлшерінде белгі келді ма? 4 әлиф мөлшерінде созу шарт болады. Сауаун. Нерде қасыр деген жазу тұр. Әлифтің астында қасыр деген жазу тұр. Жақсылап анықтап парақшаларыңызды алдарыңызға шығарып алсаңыздар көрінеді. Парақшада қасыр деген жазу. Демек мен жаңа алдағы уақытта айттым, не дедім? Қасыр деген жазу созба деген сөз. У деп не істеме деп атыр? Созба деп атыр. У деп созбайсыз. Ула деп лыға кіріп кетесіз. Улаика. Ва иннама ана. На деп созба деп атыр. На деп созба деп атыр. Нерден мәні созамыз? Ва ма ана. На деп созба деп атыр. Қасыр кеп тұр. Одан кейін юрауна. Мәт кеп тұр. Мәт деген не? Соз деген сөз. Юрауна. Ташауна. Мәт кеп тұр, соз деп тұр. Енді астыңғы қатарында қалу. Нерде әлиф ол өздігімен тұра береді. Ешқандай бір алып қосар қызметі жоқ. Қалу, қаму. Кәдімгі 2 әлиф мөлшерінде созыла береді. Сәжаду, амилу, кану, халау. Сукунмен кеп тұр. Әлиф ешқандай қызмет атқара бермейді. Халау. Ал бауырлар, осы 10-ші беттегі астында 3 қатарды бірге оқиғы, менімен бірге қайталаңыздар. Фақата, тифлу, ястабиру, ястабиру, иттала'a. Мүстәтир, 2 т жіңішке. Мүстәтир, уже мұнерде жуан т бар. Тараф, тараф, жуан жіңішке екенін ажырату керек. Әжмәлә, фәжру, әжмәғина. Қалқалы болып отыр. Жидарун, ихтамәлә, ахсана, ваххада, хашабы,
مخرج مخرج مخلص مخلص حلق حلق خلق. Мына жерде біреу қырналмайды, мынау қырналады. Хатму хатму емес, хатму болады. Екеуін шатастырмау керек. Нүктесі қырналады, нүктесі жоқ, қырналмайды. Хатму 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 хатму.